Баршаңызға қайырлы күн. Қуырылған тұшпара дайындаймыз. Өте дәмді шығады. Самсамен, бөрекпен қойсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Жарты пиалай салқын суымызды құйып аламыз. Жарты пиалай сұйық май құямыз. Одан кейін жарты қасық тұзымызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Осы ұнымыз жеткілікті. Қолға қатты жабысып тұрса, тағы да салсаңыздар болады. Онға да байланысты. Қойған су мен майларыңызға да байланысты. Қамырымызды илеп болып, 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. Осындай қамыр болды. Менде салмасына картошкамызды дайындайтын боламыз. Аршып, турап, табамызға салып, піскенше қайнатып қоямыз. Қайнап піскеннен кейін суын төгіп, сүзіп аламыз. Бөлек ыдысқа майымызды құйып, пиязымызды майда қылып турап, осылай қызарғанша қуырып алатын боламыз. Сол кезде картошкамызға араластырғанда онша білінбейтін болады пияз бар екені. Осылай қызартып қуырып алдым. Қатты күйдіріп жібермеңіздер. Майымен қосып, картошкамыздың үстіне қосатын боламыз. Картошкамызды езіп аламыз. Езіп болғаннан кейін пиязымызды салып, тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып қоямыз. Қамырымыз жайып болғанша суып дайын тұрады. Одан кейін барып саламыз. Ыстықтай сап жібермеңіздер, қамырларыңыз езіліп кетеді. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, булочкалар, салаттар, пирогтар бар. Арнама кіріп көріңіздер. Осылай дайындап алдық. Енді қамырын жаятын боламыз. Тұшпарамыздың қытырлап, әдемі болып шығуына осы қамырдың да үлесі зор. Бұны жұқалап жайып аласыздар. Неғұрлым жұқа болса, соғұрлым тұшпараларыңыз әдемі болып шығады. Осылай жайып болғаннан кейін кесіп аламыз. Кесіп болып, салмамызды салып түйе беретін боламыз. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, менің қазақ тілі арнамның дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі видео шыққанда бірінші болып сізге көрініп тұру үшін. Осылай барлығын кесіп, өздеріңізге ыңғайлы етіп кесіп алсаңыздар болады. Мен кішкентай қылып кестім. Үлкен қылып қамырымызды кесіп, осылай жасап қойсаңыздар да болады. Өте сап-сары қамырым әдемі болып шықты. Тура осы рецептпен жасасаңыздар жақсы шығады. Ұндарыңыз аз болып қалса қорықпаңыздар, себебі ішінде май көп болғаннан кейін бір-біріне жабысып қалмайды. Осылай оңай жасалады. Самса немесе бөректердің жанына қойсаңыз болады. Осылай барлығын түйіп болғаннан кейін қызып тұрған майымызға пісіретін боламыз. Осылай барлығын түйіп шықтым. Қызып тұрған молырақ майымызға 5-6 салып қуыра береміз. Қатты қызартып қуырып жібермеңіздер. Сарғыш болғанда ала береміз. Қамырымыз жұқа болғандықтан тез піседі. Барлығын осылай қуырып болғаннан кейін қағаз салфетканың үстіне қойып қоямыз. Майын өзіне сіңіріп алу үшін. Осылай жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын.
Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.